Бәріне сәлем. Бүгін SNR зоналар туралы айтамыз. SNR зона дегеніміз саппорт резистанс зонасы, белгілі бір бағаның өсуінің тоқтауына немесе құлаудың өсуіне деген сияқты бағыттың өзгеруін анықтайтын зоналар ретінде қарастырамыз. Кедергі уровеньдер, яғни уровеньді де алған кезде осы өсетін мен құлайтын бірдей баға осылай бір-бірімен түйісіп келу керек. Жоғары жақта резистанс зонасы жасыл бағаның тоқтағанын, біткенін анықтайды. Мысалға, мен мына жерден алам, баға тоқтады, құлады деген сияқты. Енді фитиль зонаның белгілі бір бағалары арасы болғандықтан зонаны алады, фитильге қарайды. Мысалға, фитильге қызылдың резистанс зона ретінде осы қызылды алам. Неге? Себебі құлайтын зонаны білдіреді. Баға мына 4201-ге дейін барып құлады деген сияқты да, осы құлататын зона. Енді мынандай ақпараттар бар. Егер мынандай жасылдың фитилі жоғары болып қалса, кейбір жағдайларда жасылдың да фитилін құлатушы зона ретінде алуға болады. Неге? Себебі сол бағадан сатып алушылар кіріп бағаны құлатып тастады, белгілі бір уровеньге дейін. Көбінесе SNR зона бізге дейін Үндістан SNR зонасы және Малайзия SNR зонасы болып келді. Екеуі де осылай анықталады зона. Яғни, мысалға, өсетін кезде құлап келіп жасыл баға өсіреді. То есть, былайда қызыл мен жасыл келген кезде өсіретін зона, жасыл мен қызыл келген кезде ол құлататын зона. Көбінесе SNR зоналар неде? Флетте күшті жұмыс жасап береді. Және бұл зоналарды үлкен таймфреймдерде бірден жоғары, дневка, апталық, айлық неде анықтайды. Енді екеуінің айырмашылығы. Үндістан SNR зонасында бізге былай үйретілген. Яғни үлкен таймфреймнен бастап, дневкадан бастап, мысалға, қазына өшіп сайын. Мынау бізде дневкадағы құлататын зона болып саналады. Зона болып саналды. Жасыл, қызыл. Және менде қазір мына жерде 12 сағаттық, 6 сағаттық, 8 сағаттық деген секілді таймфреймдері жоқ. Ол үшін арнайы бізге брокерді ұсынған еді. Қандай еді өзі? DC Markets па? Сондай, в общем, сізге логикасын айтып берейін деп жатырмын. Енді осы дневкаға кірген кезде, мысалға, зона үлкен арасы 175 пен 203 деп алсақ егер, түсінсек, біз оның ішіне кіріп зоналарды қысқартуымызға болады, кішірейтуімізге болады. Бұлай кішірейту алады екенбіз. Яғни, әрбір таймфреймді кішірейткен сайын ол зонаның несі мына жерде бірдей болып тұр. Алмай қойсақ болады, Яғни, кішірейтіп алады. Зона, мысалға, келмеген, мына зонаға әлі реакция берілмеген. Сол себепті мына зона бізде әлі болашақта жұмыс жасайтын зона, кедергі ретінде. Яғни, баға келіп, әйтеуір бір реакциясын беріп құлайды. Ұзақ құламаса да контекстке қарай ғой. Қазір оны енді түсініп отырмыз. Контекстке қарай өзгеріп отырады. Міне осылайша, мысалға, зона қазір мынау не отработанный, және бұл болашақта жұмыс жасап береді деген түсінік бар. Мысалға, үлкен таймфреймде мына жерде де, мысалға, зона ретінде қарастырады. Мына нәрсені айтқым келеді. Бізде қазір сабақ беретін кісілер шығып жатыр ғой енді. Мысалға, кейбір стратегиялар мынау жұмыс жасамайды, мынау жұмыс жасайды деп айтатын, Мен ондай нәрсеге онша келіспеймін, ондай тұжырымдарға. Себебі барлық стратегияның өзінің орындау дәрежесі бар, орындау деңгейі бар. Сол үшін де win rate деген сияқты нәрселер есептелінеді. SNR зоналарда белгілі бір уровеньдерде қарап тұрсаңыз, кедергісін береді. Мысалға, мына жерге мынау көтеріп берді, мына жерден құлап берді деген сияқты. Мына жерде де реакциялар алып, мына басталатын болсаңыз, белгілі бір бағада реакциясын береді.
әйтеуір. Енді осылай таймфреймдер арқылы ішіне кіретін кезде баға уровеньдерді мынау кішірейтіп алып, кішірейген сайын кейде өте аз $5 аралық зоналар пайда болады. Үндістан СНРде подтверждениемен дейді, 1 минут 5 минуттық подтверждениемен, яғни фитиль тастап астына денемен жабылса, кіре беру, немесе зона кішкентай болса, ішіне кірген сайын позиция ашып, зонаның сыртына $2-3 стоп-лосс қойып, солай адамдар реакцияларды ұстайды. Үндістан СНРде солай. Яғни қатты баға құлап кететін болса, мысалы буға қойып қоясың, бірден зонаңнан шығып құлап бара жатса, бу қойып қоясың зонаның сыртына, содай ұзақ ұстауға да болады, немесе белгілі бір уровень, мысалы өсіп бергеннің 50%-на дейін ұстауға болады деген сияқты позициялардан табыс тауып жүргендер бар. Енді Малайзия СНРіндегі ерекшелік ол позиция ашуда болды мен үшін. Себебі дәл осылай зоналарды анықтап алады. Және зонаның ішіне, мысалға, егер біз үлкен таймфреймде зона сызып алсақ, бізде мына қызыл, жасыл, осыны зона ретінде алады. Мысалы, осыдан реакциясын, жасылдыкін фитилін алуымыз керек. Реакциясын берді. Мысалға, мына жерде егер баға кірген болсаңыз, 17-ден 40-қа дейін көтеріліп берді. Және мына жердегі зоналарда жұмыс жасап береді, мысалға, көтерген осы уровеньдер. Бұл әлі не отработанный, қазір болашақта келгенде жұмыс жасап береді. Осы реакциясын әйтеуір береді. Енді мынандай нәрсе бар. Біз бір таймфреймге, кіші таймфреймге өтіп, осы зонаға кіргенде Үндістан СНР зонасын максимально кішірейтіп, подтверждение, яғни фитиль тастап төбесіне жабылатын болса, шығып жабылатын болса, кіре беруші едіге. Ал Малайзия СНР зонада ол жерде слом структура күту керек болады. Былай, мысалға, мынаны сызып қойдым, үлкейтіп алайын. Зонаның ішіне кіргеннен кейін слом іздейді. Бай. Ең төменгі нүкте қызыл болатын болса, онда жасылдан, мынандай алып қойып, мына ең бірінші жасыл, осы жасылды жабу керек. Жапқаннан кейін барып, сделка астына ретесттен кіреді. Яғни бізге подтверждение өсуге берді. Баға осы кішігірім зонаның ішіне кірген кезде, мысалы, мына жерлерде кірсе, зонаның сыртына стоп-лосс қойып, үлкен қозғалысты, мысалы, мына жердегі қозғалыстардың біту, құлайтын уровеньдерден ашады. Осылай. То есть мендегі ерекшелік Үндістандағы кіре беруші едік, Малайзияда біз слом структура күтеміз. Тағы бір СНР зона бар. Енді тағы бір СНР зона бар. Мен үшін керек емес деген ешқандай да ақпарат жоқ, барлығын қолдануға болады, барлығы да белгілі бір деңгейде көмектеседі. Кейде позицияны ұзақ сақтауға, шығып кетпеуге, қорықпауға да позицияны кіргеннен кейін белгілі бір уровеньге дейін жүріп беруге, белгілі бір зонаға дейін, зона мен зона арасы, екі зона арасы жүреді деп ұстайды олар, жоғарыдан астан. Енді тағы бір СНР зона, ол мынандай СНР зона. Мысалға, егер біз мына точканы ең үлкен точка деп алдық қоям, мысалға, мынау бізде ең үлкен точка болса, мынау бізде осы ең үлкен точканың оң жағындағы жасыл, бірінші жасыл. Ой. Мына ең үлкен точка, мына жасыл точка болатын болса, үшіп тастайыншы. Соның ең бірінші, соның сол жағына қарағанда, ең бірінші қызылды негізі жабу керек. Так. Кетті.
Мысалы былай айтайын, ең үлкен точка мына қызыл сол жағындағы жабылса, мына жерді де кішігірім былай зона ретінде алады. Мен фитильмен ала салам, көбісі денемен алады. Немесе мысалға егер мына жақ жоқ деп қарайтын болсаңыз, мынау сізде ең үлкен точка болса, ең бірінші қызыл, мынау қызыл денемен алады адамдар, мен фитильмен алсам, осы мысалы СНР зона ретінде қарастырылады. Тоже үлкен таймфреймде қарайды. Бұны точка входа ретінде де кейін үйреніп жатасыздар, негізінде кейін керек болады. Мысалға баға мына жерде өсетінін қалай білеміз? Мына жерде ең төменгі точка, ең бірінші жасылды жауып қойса денемен, мына свечка жапты, осының ішінен кетеді баға деген сияқты. Мысалға ең үлкені мынау болып құрылса, онда сіз мына жақтан шортқа кірмей тұрасыз. Ең үлкен точканың қызылы мынау. Осы закреп берді мынау денемен. Енді осы сізге құлайтын зона болып көрсетіп береді. Осындай ақпараттар бар. Осылай қолдануға болады. Мен айтайын дегенім, барлық ақпарат, барлық стратегия белгілі бір деңгейде жұмыс жасайды негізінде. Мынандай да нәрсе бар еще. Сіз білім алған сайын, сізде андай бір ішкі интуиция ма сондай дами бастайды. Позицияға кіргенде, шыққанда қорқпай бастайсыз да, позицияны ашқанда мысалға сенімділік пайда бола бастайды, көп білім алған кезде. Оның бәрі белгілі бір деңгейде бәрі бір көмектеседі. Бәрі бір сізге бір ақпарат беріп тұрады, бір чутье пайда болады деп айтайын ба. Сондай бір түсініктер пайда болады. Ол түсінікті мысалы сіз түсінуіңіз мүмкін, бірақ басқа біреулер үшін ол жұмыс жасамауы мүмкін. Бұл Алладан берген сондай бір ерекше не сияқты, түсінік сияқты ше, ондай бір нығмет сияқты. Біздің қателіктеріміз кейін жүре келе түсінгеніміз, мысалға ликвид шешу маңыздылығын түсінуші, сол өте күшті болды. Мысалы мына жерде егер адам зона қылып алғысы келсе, былай алса дұрысырақ екен да, ликвидпен мына жер арасы зона деп. Осындай СНР бойынша осындай нәрселер бар еді.